Сәлем достар. Біз бүгін бауырдан салат жасайтын боламыз. Салатымызға қажетті заттар 400 грамм бауыр, және бір сәбіз, 2 пиязымыз және 2 сарымсақ керек, 3 жұмыртқа, 3 тұздалған қиярымыз, 1 ас қасық ұн және майонез керек болады, және тұз. Бауырымызды турап алдық, орташа жуандықта мынандай ұзыншақ етіп. Енді біз пиязымызды тураймыз және сәбізімізді өткіштен өткізіп аламыз. Содан кейін әрқайсысын жеке-жеке қуырып аламыз. Бауырымызды қатты қызған майға жаңағы 5 минутқа жеткізбей қуырып аламыз. Білесіздер, бауыр тез піседі, сондықтан оттың астын көп жағасыздар. 5 минут қуырып алсаңыздар жетеді. Және тұз себеміз. Отымызды өшіреміз, 5 минут қуырып алдық. Мінекей біз бауырымызды қуырып, басқа ыдысқа аударып алдық. Енді пиязымызды да жеке қуырып аламыз. Мінекей достар, пиязымызды қуырып алдық. Отты өшіріп, бауырымыздың үстіне салып аламыз. Пиязымызды қуырғандай сәбізімізді де жеке қуырып аламыз, яғни сәбіз піскенше, жұмсарғанша. Және тұз себесіздер. Сәбізімізді қуырып алдық. Енді кішкене майын сорғытып салып аласыздар. Енді біз 3 жұмыртқамызбен 1 ас қасық ұнымызды қосамыз, кішкене тұз қосып, араластырып құймақ тәріздес жұқа қамыр пісіріп аламыз. Жұмыртқамен 1 ас қасық ұнымыз және кішкене тұз қосып араластырып алдық. Яғни миксерлеп жіберсеңіздер болады, өйткені ұнның түйіршіктері қалып қалады екен. Құймағымызды осылай пісіріп аламыз. Құймағымызды пісіріп алдық. 4 құймақ шықты 3 жұмыртқамыздан. Енді осылай орап аламыз да ұзыншақ етіп тураймыз, жіңішкелеу қылып. Тұздалған қиярымызды ұсақтап 4 бұрыштап турап аламыз. Енді сарымсағымызды өте ұсақтап турап қосамыз. Енді майонезімізді қосып араластырайық салатымызды.
Мінекей достар, біз бүгінгі бауырдан жасалған салатымызды дайындап болдық. Егер рецепт ұнаса, жасап көріңіздер. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.